Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, Салтанат Нұрекеқызы каналына қош келдіңіздер. Бүгін 21 желтоқсан, екінші тоқсанның аяғы. Мен сіздерге екінші сыныптағы дүниетану пәні бойынша БЖБ ұсынамын. Биыл өздеріңіз білесіздер, құрметті әріптестер, дүниетану жаратылыстану пәнінен ТЖБ жазбаймыз, 90-дық жиынтық бағалау. Тек әр 90-да бір рет БЖБ алатынымызды білесіздер деп ойлаймын. Екінші сыныптағы дүниетану бойынша БЖБ-ны құрастырдым, өзім құрастырдым. Бұл енді менің өзімнің авторлық жұмысым, ешқайдан ештеңке көшіріп алған жоқпын. Сондықтан менің еңбегімді бағалап лайк қойып кетсеңіздер деп сіздерден сұраймын. Мен болашақта тағы да жаратылыстанудан, дүниетанудан БЖБ-лар салып тұратын боламын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен мен сіздерге таныстыруды бастаймын. БЖБ бізде менің мектебім және менің туған өлкем бөлімдері бойынша жиынтық бағалау алдым. Оқу мақсаттарына қазір тоқталмай-ақ қояйын. Әр тапсырмадан кейін тапсырмадан кейін тоқталып отырамын. БЖБ болғандықтан 20 минутқа берілді. Бірінші тапсырма бізде сұрақтарға жауап жаз. Балалар мектепке не үшін барады? Бұл жерде жауап жазатыны бос орындарға бір бала алады. Екінші сұрағы сабақтан бос уақытын оқушылар қалай өткізеді деген екінші сұрақ бойынша мына бос жолға жауабын жазады. Бұл жерде 2-1 деген оқу мақсатын орындаймыз біз. Бұл жерде мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру деген осы оқу мақсатына алынып отыр бұл тапсырма. Екінші тапсырма мектепте жұмыс істейтін мамандық иелеріне құс-тұмсық қойып белгілейді. Инженер, мұғалім, өрт сөндіруші, суретші, дәрігер, аспазшы. Өздеріңіз байқап отырсыздар, бұл жерде 3 бала алады бала. Мұғалімді, дәрігерді және аспазшыны белгілеу керек. Бұл 2-1-2-2 мектеп қауымдастығының құрылымын және мүшелерінің қызметін анықтау деген оқу мақсаты үшін алынып отыр. Және бізде екінші тапсырма, мен оған 2 балл деп отырмын. Бұл 2-1-2-4 өз сыныбының ұжымын сипаттау деген оқу мақсатына лайықтап алып отырмын. Бұл жерде балалар, екінші сыныптың балалары әлі кішкентай. 20 минуттың ішінде олар көлемді бір шағын 5 сөйлем, 6 сөйлемнен тұратын әңгімені жазып шығу оларға қиындау болады. Сондықтан мұғалімнің қолдауы болсын деп балаларға керекті сөздерді бөліп қойдым. Түрлі ойындар, тату, кітапханаға бару, сыйлау, үйрену деген сөздер беріп қойдым. Енді бала осы жерде мына бос орындарды толтырып жазып шығу керек. Сонда бір баланың мына жерге бір 5 минут қана уақыт кетеді деп отырмын. 4 минут қана уақыты кетеді. Мысалы, біздің сыныпта 20 оқушы бар. Біз өте татумыз. Үзіліс кезінде біз түрлі ойындар ойнаймыз, асханаға барамыз, кітапханадан кітап аламыз деген сияқты балалар өз ойын жазады. Біз үлкендерді сыйлаймыз, немесе біз үлкендерді құрметтейміз, балалар өзі біледі. Қазірден бастап біз жақындарымызға жанашыр болуды үйренеміз. Қазірден бастап жақындарымызға жанашыр болуды түсінеміз деген сияқты бала өз ойын жазады. Міне біздің сынып осындай деген шағын әңгіме жазып береді. Бұған мен 2 балл беремін деп отырмын. Және үшінші тапсырма біз картамен жұмыс. Бұл менің туған өлкем деген тарау бойынша. Картадан Балқаш көлін тауып қызылмен қорша дегенге 1 балл беремін. Балқаш көлін белгілейді. Білесіздер, Балқаш көлін мына жерде маған өте карта кішкентай болғандықтан жазуды көре алмай отырмын. Және екінші тапсырма картадан Жетісу облысын тап, оны жасыл түспен боя. Ол мына екінші карта уже мына Жетісу облысы мына жақта тұр мына. Оңтүстік шығыста Жетісу облысының орталығы қай қала, оның атауын жаз деген жерге, мына жерге Талдықорған деп қаланың атын жазғанда 1 балл береміз. Жетісу облысын тапса 1 балл береміз. Құрметті әріптестер, егер сіз осы БЖБ-ның Word нұсқасын менен алсаңыз болады, және бұл жерде өзіңіздің облысыңызды, өзіңіздің қалаңыздың, облысыңыздың орталығын өзгертсеңіз болады. Бұл оқу мақсаты мынаған келіп отыр. 2-1-3-2 Қазақстан
картасынан ірі өзен көлдерді, қалаларды, жолдарды өз облысын көрсету деген оқу мақсатына осындай тапсырма алып отырмын. Сонымен 10 балл. Енді бағалау дескрипторлары қалай болады? Бірінші бағалау критерийі бойынша мектеп қауымдастығы туралы біледі. Мына екінші тапсырмада негізінде соған кетеді. Бірінші, екінші тапсырма осыған кетеді. Мектеп қауымдастығы туралы біледі деген осы бірінші бағалау критерийі, оның екі тапсырмасы. Жаңа өздеріңіз білесіздер, балалар мектепке не үшін келеді болса 1 балл, бос уақытында балалар не істейді дегенді жазса, оған 1 балл алады. Екінші, суреттер естеріңізде болса, мына суреттер естеріңізде болса, мына суреттер болса, мектепте жұмыс істейтін бірінші мамандық иесін тауып көрсетсе 1 балл, екінші мамандық иесін тауып көрсетсе 1 балл, үшінші мамандық иесін тауып көрсетсе тағы 1 балл болады. Сонда бірінші, екінші тапсырма бойынша бізде мына жерде уже 5 балл шығып тұр. Келесі, өзінің оқитын сыныбын сипаттау деген тапсырма. Өзі оқитын сыныбына сипаттама береді. Бұл жерде мен керекті сөздер беріп қойдым, соны орынды қолданса 1 балл, өз сыныбының сипаттамасын жазып шығады болса 1 балл беремін. Енді менің туған өлкем деген тарау бойынша картамен жұмыста алып отырмын. Қазақстан картасынан ірі өзендерді өз облысын тауып көрсетеді де. Балқаш көлін тауып көрсетіп қызылмен түспен қоршаса 1 балл. Жетісу облысын тауып жасыл түспен бояса, оған 1 балл. Және Жетісу облысының орталығы болған қаланың атауын жазып көрсетсе 1 балл. Жалпы бұлай осылай 10 балл алады. Құрметті әріптестер, егер осы менің бұжыбым ұнап жатса, тағы да лайк қоюды ұмытпаңыздар. Мен каналымызға жазылып қойыңыздар. Мен сіздерге болашақта тағы да бұжыбы тыжыбылар ұсынып тұрамын. Енді дәл осы мен көрсетіп отырған бұжыбының сіздерге ворд нұсқасы керек болса, маған хабарласыңыздар. Мен сіздерге бөлісуге дайынмын. Әрине, ақылы түрде. Ал енді келесі менің видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.